Сәлем достар, сіздермен Дилорам. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазанда өте сочный және дәмді болып шығатын самса жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 30 грамм өсімдік майы, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық уксус және 150 грамм жылы су қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп, ортасына тұзымызды, өсімдік майымызды және жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен суымызды құямыз және уксус құямыз. 7% уксус болса да бола береді. Енді барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Осындай орташа қатты да емес, жұмсақ та емес қамыр болады. Жақсылап басып, жарты сағат тындырып қоямыз. Тынған қамырды ортасынан 2-ге бөліп, домалақтап, үстінен басып, тағы 10 минут тындырып қоямыз. Енді бірінші қамырымызды жаямыз, ортасына еріген сары майды жағамыз. Бірте қылып жағамыз және орап алып қоямыз бір шетке. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Оған да сары майымызды жағып, бірінші ораған қамырды ортасына қойып, барлығын бірге ораймыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. 400-500 грамм сиыр еті болса да, қандай ет болса да болады. Үстінен газдалған су құямыз, жарты пиала. Оның үстінен ұсақтап туралған 5 штук пиязымызды саламыз. Негізі пиязды көбірек сала берсеңіздер болады. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Және тұз салып, жақсылап араластырамыз. 3-4 ас қасық өсімдік майын құямыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Менде осы тестадан 10 штук шықты. Бірақ та сіздер размерін кішкентай етіп 15 штук жасасаңыздар да болады. Осылай үстінен басып дайындап аламыз қамырды. Целлофан пакетке салып, бір шетке алып қоямыз. Және ішінен біртіндеп алып, жаямыз. Жайған кезде ортасын қатты баспаймыз, шет жақтарын ғана басамыз. Сонда ортасы қалыңдау, шет жақтары жұқа болып әдемі жайылады. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыр өте әдемі болып шықты. Қамырмен жұмыс істеген өте оңай, қамыр, жұмсақ қамыр. Мен жарты салмасына зыра қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады.
қамырымызды жайып алып, ішіне салмасын салып шығамыз. Салмасын нығыздап көп сала берсеңіздер болады. Достар, менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер сіздерге басқа да рецепттер қызықты болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар, сіздердің сұраныстарыңыз бойынша рецепт шығаруға тырысамын. Осылай домалақ етіп түйіп шығамыз. Артын жақсылап бір-біріне жабыстырып түйгеніміз абзал, әйтпесе ашылып ішінен начинкасы ағып кетуі мүмкін. Осылайша барлығын домалақ етіп түйіп шығамыз. Негізі тамшы түрінде түйсеңіздер де болады. Мен жартысын домалақ, жартысын тамшы түрінде түйдім. Бетінен жұмыртқаның сарысына жарты шай қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Үстінен күнжіт себеміз. Осы кезде қазанымызды газға қойып, қыздырып қоюымыз қажет. Қызып тұрған қазанға артын жұмыртқаның ақуызына батырып, жақсылап осылай қазанға тегізіп ұстап тұрамыз. Жақсы жабыспаса, самсамыз түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан артқы жағын ақуызға жақсылап батырып, қазанға жабыстырған кезде осылай біраз басып ұстап тұрған дұрыс. Қазанның астын орташадан төмендеу етіп қоямыз және бетін жауып, әр 10 минут сайын қазанның бетін ашып, осылай буын шығарып тұрамыз. Буы шығып кеткеннен кейін қайтадан бетін жауып қоямыз. Мінекей самсамыз көтеріліп, ісіп, қызарып бастады. Енді астыңғы жағы қызарғаннан кейін бетін қызарту үшін қазанымызды осылай төңкеріп, газдың астын ең төменгі отқа қойып, бетін қызартып аламыз. Самсамыз пісті. Енді пышақтың көмегімен артын көшіріп, жақсылап, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, астыңғы жағы да қып-қызыл, үстіңгі жағы да қызыл болып пісті. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.